Сливки және сырсыз қарапайым бисквитный торт жасаймыз. Тіпті шоколадтың да қажеті жоқ. Қыздар, өте қарапайым үйде бар заттармен жасалынады. Ең алдымен крем дайындаймыз. Крем суып тұру керек. Сол үшін бірінші кремді дайындап қоямыз. 2 жұмыртқаға шекерімізді салып аламыз да, шекер кішкене ергенше жақсылап венчикпен араластырып жіберетін боламыз, қыздар. Одан кейін үстіне кішкене ванилин, егер де бар болса, ванильный сахар қоссаңыздар болады. Мен барлық заттың мөлшерін описанияға қалдырамын, қыздар. Үстіне крахмал саламыз. Крахмал саламыз да араластырып жібереміз. Негізі ұнға араластырсаңыз, кремнің консистенциясы басқаша болып кетеді. Сондықтан барынша крахмалмен жасауға тырысыңыздар, қыздар. Кейіннен үстіне сүтті құйып, сүттің температурасы маңызды емес, ыстық болса да, мұздай болса да құйып, газге қойып, астын міндетті түрде жайдан кішкене жоғары қойып, осылай қозғап тұрып, қайнағанша жеткіземіз. Міндетті түрде қозғап тұру керек. Бұл кремді су үшін басқа ыдысқа салып, бетін контакт қылып, осылай жауып қоямыз. Өйткені беті комочки болып қалмауы керек. Енді суытуға қойып, бисквитті дайындауға кірісеміз. Қажетті мөлшердегі жұмыртқаны алып, міндетті түрде құрғақ ыдысқа салып, шекерін салып, жақсылап араластыратын боламыз, қыздар. Миксерлеп, шекері ергенше, 2 есе көпіргенше саламыз. Бұл араластырып болғаннан кейін құрғақ заттарды бір-бірімен араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде еліктен өткізесіздер. Сол кезде кислородпен, ауамен араласып, ұндарыңыз өте керемет пышный болып шығады. Үстіне разрыхлитель саламыз. Екеуін сәл араластырып жібереміз. Мөлшерін мен описанияға қалдырам айтқанымдай. Енді осы құрғақ заттарды жаңа араластырылған жұмыртқаға барлығын бірден емес, бөліп 3 мәрте 4 мәрте бөліп дәл осылай араластырып отырып пісіретін боламыз. Қыздар, менің арнамда тіпті духовкасызда пісірілетін керемет торттардың рецептері бар. Міндетті түрде менің арнама жазылып алыңыздар. Алда келе жатқан жаңа жылға неше түрлісін жасап көрсеңіздер болады. Енді мына жерде менде 24 сантиметрлік форма, астына фольга қойып, құйып аламыз да, қызып тұрған печкада 160-170 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Дәл осылай тексерсеңіздер болады, піскен-піспеген. Мен 2 бөлікке бөлдім, сіздер 3-ке бөлсеңіздер де болады. Енді крем суығаннан кейін жасауды жалғастыратын боламыз. Бөлме температурасындағы тұрған сармайды жақсылап араластырып, үстіне кремді аз-аздан салып отырып, араластырып, пломбир кремін дайындаймыз. Міндетті түрде крем мен сармайдың температурасы бірдей болу керек. Және корждарды міндетті түрде пропитка жасау керек. Сахарный сироппен, яғни суға шекерді араластырып, немесе сүтке шекерді араластырып, пропитка жасап, кремін жағып, полный дайындап, құрастап шыға бересіздер, қыздар. Осылай жасап алдым, өте керемет дәмді болып шығады. Оформление өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен қалған креммен оформление жасадым.